бірден ұйқыны дұрыстайды, бірден сіздің настроениеңізді көтереді, бірден жаңағыдай не дейді ана, бірдеңе істегіңіз келіп тұрады деген сияқты ғой. Өмірге деген құштарлығыңызды арттырып, в общем, амбицияңызды күшейтеді. Өйткені қалқан ол энергия, күш қуат. Неге адамдарда энергия жетпейді, қазір білесіздер ма? Неге жетпейді? Вроде бәрі бар. Энергия жоқ деп айтады. Өйткені энергия осы қалқанда, қалқанға йод жетіспегеннен кейін бітті өзі. Кофе ішесіз бе, басқа ішесіз бе, горилла ішесіз бе, басқасы. Кредитке энергияны алып аласыз, бірақ оны қайтарасыз. Түбінде қайтарасыз бәрібір. Денсаулықпен қайтарасыз. Йодты D3-ді қолданыңыз, сізге уже табиғи энергия уже келеді екен. 4 рет, 5 рет. Йодты айтады бір кісілер, маған ішуге бола ма деп айтады. Бұны қанша уақыт ішу керек дейді. Сондай сұрақтар да бар. Сіздің қалқан безіңіз бар, қалқанша безіңіз. Қалқанша без ол защита, ол щит. Бүкіл ағзаны кез келген ауру сырқаулардан сақтап тұратын қорғаныш. Бірақ оның бір қажеттілігі бар. Күніне сізден 400 микрограмм йод сұрайды. 400 микрограмм йод бер, мен саған бүкіл қызметім жасаймын деп айтады. 400 микрограмм йодтың ішіндегі 100 микрограмм йодты алу үшін сіз күнделікті морская капуста, балық, треска, семга, ламинария немесе тағы не бер. Ең жоқ дегенде квашеный капуста, рационыңызда обязательно сізде тұру керек дейді. Енді сұрақ, күнде біздің дастарханымызда сол тұрады ма? Ойлаңыздаршы. Бізде не тұрады дастарханда? В основном нан, май, ет тұрады. Еттен аямаймыз біз. 100 микрограмм йодты алу үшін 4 килограмм ет жеу керек адам. Из-за этого бізде бүкіл СНГ-де 10 адамның, әйелі болсын, еркегі болсын, 9-ында гипотериоз қазір. Гипотериоз, йод жетіспеушілік, қалқанша безінің ауруы. Бәрімізде. Тексертіп шығыңыз, ТТГ, МТГ-ларыңыз тексертесіздер, айдан айқын болып шыға келеді соның барлығы. 10-ның 9-ында әйелі болсын, еркегі болсын. Ал йода дефицитный адамда не болады? Ұйқысыздық, мазасыздық, шаршаушылық, немқұрайлық, терінің құрғауы, шаштың төгілуі, тырнақ сынғыштық, балаларда сабаққа ынта жоқ, раздраженный, ЗПР, ЗРР. В общем, бүкіл қазіргі таңда картинаның барлығы бір йодтың жетіспеушілігінен болады екен. Неге өйткені йодтың жетіспеушілігі? 30 жасқа жетпей климаксқа кетіп жатыр қазір.